Қайрат қақпашысы Темірлан Анарбеков 2 сағат ішінде қаһарманға айналды. Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде алматылық Қайрат шотландиялық Селтиктен басым түсті. Ойын тағдыры пенальти сериясында шешілді. Міне осы кезде 21 жастағы Қайрат қақпашысы Темірлан Анарбеков қарсыластың 3 соққысын қайтарып жеңісті жұлып алды. Осылай алматылық клуб тарихында алғаш рет Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне жолдама алды. Енді Қайрат Реал Мадрид, Барселона, Ливерпуль сияқты әлемнің үздік клубтарына қарсы ойнайды. Матчтың үздік ойыншысы сөзсіз Темірлан Анарбеков. Түнгі 12:00-да оның инстаграмындағы жазылман саны 3000-ға да жетпейтін. Ал қазір 40 000-ға жақындап қалды. Қайрат Боранбаев басқаратын Қайраттың қанжығасы да майланды. Алматылық клуб Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне өткен үшін бірден 12 миллиард теңгеге жуық табыс тапты. Оған әр жеңісі үшін алатын 2,1 миллион еуро мен тең ойнағаны үшін алатын 700 000 еуроны қосыңыз. Қайраттың ендігі қарсыластары 28 тамыз күні белгілі болады. Ал Чемпиондар лигасы Алматыға қош келдің.